Сүйген жігітімді студент кезімде жолықтырғанмын. Екеуміз 3-ші курста оқып жүрген шақта танысып, содан бастап 8 жыл қол ұстасып, Қозы мен Баянда шынайы ғашықтықты басымыздан өткіздік. Біздің махаббатымызға қызықпаған адам қалмады. Алғашында бәрі сезімдеріңе қатты боран тұрса, ізі де қалмайды деп күмәнмен қарап, сенімсіздік білдіретіндер көп болды. Дегенмен, біздің махаббатымыз күн өткен сайын күрделене бастаған соң, өзгелердің көзі жетті. Бір-бірімізді көтермелеп, жақсылығымызды асырып, жамандықты жасырып жүрген Айдар екеумізге қарап, дос құрбыларымыз да осындай махаббатты армандаушы еді. Бірге жоғары оқу орнын бітірген соң, Алматы қаласында жұмысқа орналастық. Үлкен мекемеде екеумізге де жұмыс табылған еді. Ол жердегілердің бәрі де бізді тез танып алды. Бір жылдан кейін Айдар басқа жұмысқа ауысты. Мен өз орнымда қалдым. Алғаш рет бір-бірімізден алыстаған кезіміз еді. Күнде көріп, бірге түскі ас ішіп, көз алдыңда жүрген адамың көзден таса болғанына үйренісе алмай жүрдім. Алғашында іздеп, Айдарсыз жұмысым өнбей қиналғаныммен, уақыт өте келе, ол күнге де үйренісіп кеттім. Екеуміз бір-бірімізге сенімді болғандықтан, қызғаныштың жетегіне ере бермейтінмін. Әрдайым жағдайымды сұрап, өзіңнің не істеп жатқанынан хабар беріп тұрғаннан кейін көңілім тоқ болды. Сезімімізге титтей қылау түскен емес. Маған Айдардан бөлек көз салып, көңілін білдірген жігіттер аз болмады. Бірақ менің жүрегімде Айдарға ғана орын бар еді. Оның мінезі де салмақты. Отбасын әр қашан бірінші орынға қоятын, талапшыл, еңбекқор, уәдеге берік, сымбатты, ақылды жігіт еді. Болашағынан көп үміт күттіретін азамат болды. Жұмыс істеп, өзіне қарауды ұмытатын. Ең бастысы, өзінің үстіндегі киімі таза болса болды еді. Өзіне бұрын менің келбетіме көп көңіл бөлетін. Ал қазір бәрі де өзгерген. Отбасын құрғаннан кейін кез келген еркек өзгереді. Ол сені бұрынғыда еркелете алмайды. Бәріне дайын бол деген сөзді жиі естуші едім. Жеңгелерімнің сөзі рас келді. Күйеуіммен шаңырақ көтергеннен кейін 7 жыл бойы күйеуім мені алақанында ұстап, баяғы қалпынан айнымап еді. Бар тапқанын үйге әкеліп, үйімізді сәндеп, жөндеуіне дейін көңіл бөлетін. 7 жылдың ішінде 3 перзентті өмірге әкелдім. Тұрмысқа шыққанда Алла тағала махаббатымызды сынаққа салып, бізге перзент бермей қинамайды ма екен деген үреймен жүретінмін. Аллаға шүкір, 3 перзентті өмірге әкелгеннен кейін қорқынышым түбімен жойылды. Перзенттері жарық өмірге келгенде Айдардың қуанышты жүзін көріп көзіме жас келді. Расымен, өз-өзіме сенімсіз болып та тұрдым. Әлемде менен өткен бақытты ана болмаған шығар сол сәтте. Балаларымыз көбейген сайын Айдар маған емес, балаларына көп көңіл аударатын болды. Жұмыстан келісімен балаларын сүйіп, ойнатып қасына ілестіріп жүрді. 4-ші перзентіме аяғым ауырлаған кезде күйеуімдегі өзгерістерді анық көре бастадым. Оған дейін маған көңіл бөлмей, тек балаларыммен ойнап жүргеніне қуанып, оларды жақсы көреді деп жүргенмін. Ал қазір бар бақытым толық болғанда, 40-қа жақындағанда күйеуім қылық шығара бастапты. Алғашында оның киімдерін жөндеп, айнаның алдынан шықпайтынын байқағанмын. Бұрындары күйеуімнің айнасы мен едім. Киімдерін киеді де, галстугын дұрыстау үшін менің алдыма келетін. Дұрыс емес жері болса реттеп, шаң тиген жері болса сүртіп, тап-таза етіп жіберетінмін. Ал қазір менің көмегімді керек етпейді. Таңертең жуынуға кіргеннен ұзақ уақыттан соң шығады. Басын жуып, шашына себетін иіс майын бұрқыратып, сақалын қырып шығады. Бұрын тек беті қолы мен тісін жуып, басын аптасына 2 рет қана жуатын. Ал қазір күн сайын сыланады. Одан қалса, айнаның алдында тұрып, шашын гелмен көтеріп, тағы да ұзақ уақыт сәндетіп тұрады. Қолына мән бермейтін күйеуім, қолы түгілі аяғына дейін крем жағып жататын болған. Өкшем жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан асқазанға тамақ бергенде аяқ пен қолға да крем жағып,
жұмсартып тұру керек. Әйтпесе, аяқ-қол терілері ерте тозады дейтінді шығарды. Бір киген киімін екінші күні киіп бармайды. Әдетте, мұндайды қыз баласының басынан кешіретін әдет еді ғой. Ер азаматтарымыз мұндайға мән бермеуші еді. Ал күйеуім тура қыздар сияқты, бір күні екіншісіне ұқсамасын деп, киімдерін күнде ауыстырып, күнде жуғызатын болды. Мен 4-ші перзентімді босанып, баламмен әлек болсам, күйеуім өзінің сырт келбетіне қараумен әлек болады. Семіріп кетуден көбіне қыз келіншектер сақтанып, диетаға отыратынын ғана көрген екенмін. Қазір күйеуім де өзіндегі семіздікпен күресіп жүр. Айнаның алдында тұрып, артық майлары мен байлаған қарнына қарап, аздап ауызды тыймасам болмайды. Үлкен кісілер сияқты қарным шығып семіріп бара жатырмын. Жасым маңызды емес, сырт келбетім жас көріну керек деп, ары-бері айнашықтап айнаға қарап жүреді. Өзінің жасына қарап отырған ол жоқ. Оның бұлай өзіне қатты көңіл бөлгені басында күлкіге айналдырып, менімен жарысып сәнденетін болыпсың. Бір күні опа-далапты сұрап жүрмеші дейтінмін. Қазір келе, оның әрекеттерін көріп, ішімде қызғаныш оты пайда бола бастады. Ойларым да өзге арнаға қарай бұрып әкетеді. Бұрын сәнқойлығын байқамаған едім. Мұншалықты өзіне қарауының сыры неде? Қыз келіншектерге жағу үшін не болмаса біреуді ұнатып қалған жоқ па? Кімге мұншалықты әдемі, әрі жас көрінгісі келіп жүр деп, өзімді мұжи бастаймын. Сол үшін күйеуіммен жиі ренжісіп қаламыз. Ол жұмысқа көп халық келіп кетеді. Көрген көзге тартымды болып жүруім керек. Десе де, кейбір қылықтары ғашық адамның әрекетіне ұқсайды. Бойдақ күнінде арнайы спорт кешендеріне бармаушы еді. Жұмысындағы жолдастарын сылтау етіп, спорт кешендеріне барып шынығып, суға жүзіп, достарымен саунаға да, моншаға да, жеке өздері кафеге де шығып кетеді. Ешкім әйелін алып шығып жатқан жоқ. Тек еркектер басы жиналуда деп, үйде отырғызып кетеді. Күйеуім шылым шегетін еді. Қаншама жылдан бері мен қойдыра алмай жүрген темекіні аяқ астынан қойып кетті. Оған не себеп болғанын сұрасам, жөтелім асқынып барады. Жұмыста отырсам да жөтеле беремін. Үстімнен темекінің иісі шығып тұрады. Өзімнен жиіркеніп кетемін. Денсаулығымды құртқанша шекпегенім дұрыс дейді. Мен осы сөздерді айтқанымда дес бермеуші еді. Енді міне, бәрі аяқ астынан өзгеріп, өзін 20 жасар жігітке теңеп жүргені. Қазақта, болар елдің баласы 15-інде баспын дер, болмас елдің баласы 35-те жаспын дер демекші, күйеуім 30-дан асып 40-қа таяса да өзін жаспын деп жүр. Балалы шағалы болған соң, ақылы толысады ма десем, керісінше жас баланың қылығын жасауды әдетке айналдырып жүр. Күйеуімнің әрбір әрекетінен, үйге кешігіп келуінен қорқып, бір әйелдің торына түсіп қалмады ма екен деп алаңдаймын. Күйеуім өзімен ашық сөйлесуге мүмкіндік бермейді. Мүмкіндігінше менімен аз сөйлесуге тырысады. Соған қарап, сыры ашылып қалудан қорқып жүрме деймін. Сіз қалай ойлайсыз, оқырман? Күйеуімнің 3-4 жылда аяқ асты өзгеріп кетуіне не себеп болуы мүмкін? Істің анық қанығына жету үшін күйеуімнің ізінен түссем бе екен?